Olmaz, hayır olsun. Baldardı diyen soğuk mektepke әкелемін. Мұғалімдер біздермен қосып солар тәрбиелеп, балдарымыздың аға апаларымыздың мұғалімдердің арқасында тәжірибелік әлбетте осындайға жете беріңіз. Су емес. Мария апа. Енді жыл айтып қоғыздар бұдай. Ал енді жақсы қылайын, аманшылық оны балдарымыздың бақыты болсын. Бірінші классқа оқытып, екінші классқа өтіп жатыр балдарымыз. Түрлі оқуларға түсіп, Құдайым осы мұғалімдарға да өзімізге де бір алға ертілетін жұмырас берекетін барасы дегендей атақты мұғалім болсын, студент болсын, жетім егіздер қызмет жүргізуші. Аяның басына осындай жақсы керек. Мария бір іш көзі бәрі. Молодец. Ne işiniz? Qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi? Atanlar kütüp oldu bizleri. Sağ kesinlikle aksakallar kelip. Dilek ayıp Dur. Yakta yeni kelip oraya versin. Başkan. Koy termekte olur.
погода дегенде занешка болады да. Ал енді олар ниеті ғой. Ал енді бір мына видео енді бір аяқта қызмет істеп алған екен. Сұранып, Тамара әлі ұшмас бар. Ұшмас дайындап қойды мияққа. Жаңа кімнің классында маған сөз берген жоқ еді. Мына класста келген шығар сөз. Бірінші А классы. Сәнжанның классы ма? Міне Алтан классы. Бірінші Б класс міне. Құрметті ата-аналар, мінекей. Бұл бір қалай айтса да жараса тұғын. Мейрам, өйткені бәріміз бала болдық, бәріміз мектепке келдік, бірінші әліппеден бастадық. Бірақ біз сол сұрапыл соғысшылар туылғанмен өзімді есімде жоқ сондай әліппемен қоштасу деген. Міне бұл заманымыздың жасап отырған, жақсарғаны, мәдениетіміздің өскені, сана сезімімізді жоғарылағаннан білдіреді. Міне бұл үлкен бір ұя. Мен сондай қуаныштымын. Себебі жаңа әліппе байрамын бастады. Көп көз көріп отырып, еш біздерді зерттелген жоқ. Міне бірінші А класс, бірінші Б класс. Сондай компактны, организованны балаларды дайындалған жақсы деймін да. Өте жақсы, көпшілік көрді, ұнады маған. Бұл баламен жұмыс істесу, мұғалімдер айтып тұрудың қажеті жоқ. Өте қиын. Бұл енді қалай айтсақ та, бұндай дәстүр мектепте бұрыннан соңғы болмаған. Мен бүгін үлкен родительдерге мен өте жоғары сезімде, жоғары мәдениетте екенім. Мен стол жасап, бас аяғына қатқас, тұз дәмқатсын деп аңсат емеспін, сонша жүгіріп деймін ба, тек жеуге ғана аңсат. Міне сол сіз болайық, біз болайық, сол оқып атырған бүлдіршіндеріміз бұл 2020 жылдарда іске асатын болды. Анық азамат болады. Біздер ол кезде осы видеокассета тарих болып біреулердің үйінде қалып, бір уақыттарда мына бір кісі сөйлеп еді, мына бір апай сөйлеп еді деген бір тарихта қалса қалады. Біз ескі киноларды көргенде 17 жылы Михаил Васильевич Калининді көреміз, Ленинді көреміз, Сталинді көреміз, документальный нелерден, кинолардан. Сондай қазір бұл Япония мемлекеті 40-шы жылда техника прогрессін бастаған екен. Қазір дүние жүзі бойынша бірінші орын осында отырған. Сөздің керегі жоқ, жариялықтың керегі жоқ, міне өзі көрсетіп тұр. Сондай әр заманның өзінің әр заманға бір завал деген бар ғой. Міне мектебімізде осындай 16-шы мектептің 50 жылдан астам тарихында бұндай дастархан, бұндай күту, әліппе мейрамы осындай жақсы қуанышпен күтіп алу деген болған жоқ. Міне соны бірінші бастап отырған барлық ата-аналарына, ұстаздарына міне дайындаған үлкен мен рахмет айтқым келеді. Бұл үлкен бір ауызбіршіліктің белгісі. Калимов айтты, біріккен озар, бірікпеген озар. Міне бірігіп, жұмылып, абырой керек деп жұмысып, жайғастырып қалғаныңыз үшін мен мұғалімдердің атынан рахмет айтқым келеді. Жеке басының бірнеше рахмет айтамын. Сау болып, өсіріп атаған бірінші класс бүлдіршін. Сау болайық. Азамат болып, сендердің осындай жүргендеріңіз қартайған күнімізде үлкен бір қуаныш әкеліп, сіздерді қуантып, төрт қабат көрпешенің үстінде отырғызып, ақ саусақ әжелер болып жетістіктеріңізге
alып отырыптым. Kızlar bana bärimiz Әліппе майрамына жиналып отыр екенбіз. Бәріңізге құтты болсын Әліппе майрамы. Мына оқытқан Бақытгүлге де көп рахмет, еңбегі табысты болсын. Балдары, оқытқан балдары ертең келешекте өзінің ізін қуып, кілге мына отанына үлкен адам қызмет жасайтын болсын. Бәріңіздің де балдарыңыз ертең келешекте көзге жететін мамандықтарды алып келешекте. Дегендеріне жете берсін, адал қызмет, отанына адал қызмет етсін. Әумин айтқаныңыз, біз оны айтамыз. Бұл қыз бәрі аталмайды. Бәрі айтып жатыр ма бәрі? Ойнап күліп кездесе берейік. Жешем айта ма? Жешем бүгінгі Әліппе мерекенің бәрі құтты болсын. Өсіріп жатқан қыздардың бәріне елге адал қызмет етіп, үлкен азаматымыз етсін. Оқытып жатқан мұғалімге көп рахмет айтамыз. Келешекте маманына үлкен табыстар тапсын. Бәрі аманшылық болсын. Әумин айтқаныңыз. Дастархан жайып, бәріне де рахмет. Қызмет істегендерге осында жүгіріп жатсыңдар, қиналмадыңдар. Биыл шаңырақ жыл деп жатыр, бәріміздің шаңырағымызға бақыт, зор денсаулық бола берсін. Болсын ақылай olsun. Ой, молодец. Соншама жүгіріп жатырды, жас деп күнде бәрі бірігіп организовать етіп айтылумен қылмаған рахмет көп. Әйтеуір бәріміз ұйымдастырған осы екеуі ғой әйтеуір. Ендігі жағында да ауызбіршілігіміз күшті болсын. Осындай нелерде бірігіп отыра берейік, бәріміз бізде той болсын. Жылдан жылға аманшылықпен жете берейік. Бәріміз кейде оң болсын, құтты болсын. Дайын батасын көз жілік болып, абыройлы ақ жүзді болып, үлкен оқуларға түсіп, ата-аналарының ақтық көріп, ақтығымызда шаулық көріп, бәріне жеткере берсін. Аннеке бүгін бәріңізді Әліппе мерекесімен құттықтаймын.
Сіздерге араларыңызда ойнап жүріп балдарыңыз үлкен азамат болып жеткізе берсін. Міне баршаңыздың үйіңізге барсақ той деп барайық. Себептен бүгін барлықтарыңыз балдарыңыздың әлпеттерге тойына жиналып отыр екенсіз. Құдайым осы әліппелерді бітіріп, ана тілдерді бітіріп, осы 11-ші класстарды бітіріп үлкен той бола берсін. Барлық ата-аналар ауызбіршілік болыңдар. Келесі уақытта да осындай тол дастархан үстінде той тамашада Балапар бүгін жинап отыр екенсіңдер. Мына мерекелер бәріңе де құтты болсын, Құдайым үйлеріңізге той болсын. Ауызбіршілік мықты болсын, аспанымыз ашық болсын, дастарханымыз нанға толы болсын. Ал сол үшін Olma. Дастархандарыңыз толы болып, үйлеріңізде қуаныш той болсын. Балдарыңыздың денесі сау болып, үлкен-үлкен оқуларға кіріп, армандарына жете берсін. Amin. айтыр ексен. Мына не болады? Мектеп осы енді класстастардың ата-аналары солардың тойына кездесе берген. Бүгінгі мерекелердің бәрі құтты бола берсін, бола берсін. Мына өсіп жатқан ұл-қыздарының қызығын ұзағына көбейтсін, Құдайымнан ектің ғой, кітап таныстырғанымда бәрі өз армандарына жетсін. Осы одан үлкен тойларына жете берейік. Мына мерекеміз қарап жатыр, Құдайға шүкір жақсы, жаман емес. Мына балдарымыз Құдайым жамандық көрмеген. Балдарымыздың жеткен қалған тойларында осы бәрі осы сол тойда қызмет істеп, Күрібаяға қызмет істеп, тойларда қаттырмай. Қане болды, айналай айтып. Ақсақада күтіп қалды да үй аттан кейін. Қане. Болды. Бәріміз үйімізде той болсын, дастархан үстінде барлық кезде ауызбіршілікпен кездесе бергенбіз. Ай сау бол, ман. Çık. Құлақ асың енді. Kara video almış kara biletin çözüm. Hayır, motosu sürüyor. Alın da bir plaka da var. Kalsın ne taşıyalım? Buna hürmetli adamlar şundan dileklerim көп айтылды. Енді тілектің оның көп түгетпейді. Менің де бір айтарым. Шынында да бала тәрбиесі қиындап баратқан бір заман болып жатыр. Bir жағы базар экономикасы деген нәрсе бар. Bir жағы өткен дәуірде экономикалық қиыншылық деген нәрсе бар. Бірақ соған байланысты, осы мәселеге байланысты мектептерде енді қиын жағдай болып жатыр. Шынында да. Міне кейбір балаларымыздың киімдері толық емес, кемсеңгерлер бар да ғой. Экономикалық өткен дәуірде қиыншылықты жеңіп, соған бойсынбай, мойымай, өздерінің балдары үшін мектепке келіп, педагог қауыммен бірге, сол балалардың әсіресе бірінші класстың балаларының үлкен мерекесі, яғни мектеп бітіру мерекесі деуге де болады. Әліппемен қоштасу мерекесі деуге де болады. Бүгінгі мерекенің аты көп. Міне осы мерекені бірге сауып, экономикалық жағын өздері көтеріп, мойнына алып, сол адым жерде, қараған жерде дастархан жайып мынандай мол. Осындай қылып той қылып өткізіп жатқан ата-анаға бірінші рахмет айтамын. Бұл ата-ананың парасаттылығы, интеллектуалдылығы бұл. Кім болса ондай қыла алмайды. Міне осындай бір парасатты ата-аналар жиналып, осыны басқарған, осы ұйымдастырған келіңдер. Бұл балаларымыз шат болсын. Балаларымызды оқытып міне қиын машақатлы жұмыс қой біздің жұмысымыз. Бір қазып тастайтын салым емес, аударып тастайтын төбе емес, топырақ емес. Бұл бір басқа сөйлейтін қиындығы. Міне осының ішінде осы біздің оқушыларымыздан бар іздерімізді басып педагог, тәрбиеші болып жатыр, міне күләш жаңа
ішімізде міне мақпалдар өзіміз істеп жатыпты. Ата-ана айтып жатыр міне. Міне бұлардың барлығы да парасаттылық істеп. Сол мол дастархан жайып. Міне бағанадан бері жақсы тілектер айтып жатыр. Ата-аналар тарапынан, біздің педагогикалық коллектив тарапынан, міне апаларың, ағаларың жүдә өздерінің жүрек жарды сөздерін сіздерге арнап жатырыпты. Сол Құдайым біздің екі жағымыздың да талабымыз, позициямыз, бағытымыз, сол баламыз азамат болса. Міне жаңа Шәргүлдің қандай қуанышты орда тұрып кетті. Енді ол бала жанды үлкен педагог адам ортаға отырып ойлап кетті, ана баласы ойлап кетті сахнада. Ана сол бала кішкентай бала кішкентайдан бастап тәрбиеге ілініп жатыр дейді, ойынға, өнерге, оның келешегі күшті. Енді баланы жаста дейді ғой. Міне біздің педагог жолдастарға рахмет. Бала тәрбиесінде озық өнегелі істер істеп жатырды. Мынау Арифе мерекесі үлкен мерекеге, үлкен тойға ұластырып жатырды. Өзімнің атымнан, педколлективтің атынан бүгінгі үлкен жиынды, тойды, мол дастарханды, молшылықты ұйымдастырған ата-аналарға, педагогикалық коллективке өз атынан шын алғыс жариялаймын, рахметтер айтамын. Құдайым сол дастарханы үйлерінде де, бұл шаңырақ жылда адам ғой, президентіміз сол шаңырағында да осындай мол дастархан үнемі жайына берсін, қуанышқа жайына берсін. Бәрі бақытты болсын. Кездессе осындай молшылық, осындай ауызбіршілік, сол қуаныш үстінде келісе білек семьямызда да, мектепте де. Енді бір нәрсе жолдастар айтып кету керек. Мектеп шынында да бюджеттік мекеме, мына медицина мектеп дегеніміз бюджетке қараған мекеме, үкімет бақпаса болмайды. Үкімет оның қаржысын қарайды, бірақ қазіргі дәуірде жағынан өткен дәуірде қаржы кем қаралып жатыр. Финансовый жағынан, финанс жағынан төменбіз, нашармыз. Міне сондықтан бізге бірден бір спонсор, бірден бір қамқоршы бұл ата-ана. Одан кейін міне базалық мекеме біздің колхозымыз өзі гаражға отырып та жазып қойма қалай. Бұл колхозға қиын жағдайда бізге экономикалық жәрдем көрсету жағынан ондай емес, бірақ үкімет жегіп қойыпты оны. Осы жәрдем бересің мектепке. Бірақ ең бірінші, нөмір бірінші қамқоршы бізге осы ата-ана. Осы ата-аналарға денсаулық берсін. Сол шаңырағы мықты экономикалық жағдайда мол болсын, шаңырағында, семьясында, өздері бақытты болсын. Сол балдарды оқытып. Құрметті мектеп коллективі, мұғалімдер, ұстаздар, ата-аналар, барымызды бүгін әліпби байрамымен құттықтаймын. Өсіп отқан ұл-қыздарымыздың қызығын біргелікте көрейік. Алдағы өмірде барағымызға бұларды тәрбиелауда таусылмас күш қайрат, білім, жақсы адам болып жетісуінде барлығымызға денсаулық тілеймін. Бізде осы мектепті бітіріп шыққанбыз айтып жатырмыз, жаңа Тамараға да, мұғаліміміз Қуанаға да, Әлинаға да, Нұрханаға да, Байжанға да. Бітіргеніңе неше жыл болғанын айта алмайды ғой. 20 жыл болды бітірген. Бәріміз осы мектептің бітірушіміз, сіздер де осы бірінші класқа келіп, 10 класты аяқтап осы жерге қоштасып келдік. Дегенмен енді алтын сапаға талаптарымызды орындап, осында мұғалім болып келіп, осы ағаларымызбен апаларымыздың коллегасы болып, бүгін үлкен мереке үстінде бәріміз жиналып отырмыз. Әліппе мейрамы бәрімізге құтты болсын, жұмыстарымызда табыс, семьяларымызда бақыт болсын. Сол денсаулықтарымыз мықты болып, Тамараға болып жүре беріңіз, Нұрханаға болып жүре беріңіз, Алинаға болып жүре беріңіз, Қуанаға болып жүре беріңіз. Дамылы.
Az bile bizim mektemizde ulkan kuvvanç. Ulkan bayram. Bunday bayram eşeğimiz yok. Bunun eşeği bu arada yok. Bizim mektepte bu arada kollektivin arkasında bile ataların arkasında ne degen buna avul birleşikler bu. Her kimin kolundan, her mekteptin muallimlerin kolundan, her mektepte okutan ataların kolundan gelebilmeydi. Rahmet atalarga. Ne diyor da sana kıyamattı. Biz atalardan dileğimiz, juda yedim, alışımız şeksiz. Bunlardan жаңа bizge yine bir vatan okuşlarına ülke azamat olup bizim mektebinde жақсы bir bakımda bitirer, bir yerimizge halkımızga жақсы azamat olup, fayda getiren azamat olup yetişsin. Buna bu zaman aksakallar bizlerin aldığımızda aksakallar bilir, bizlerin aldığımız yolbaşımız, aksakalımız, apamız, akalarımız, odaslarımız, ben sol ilerinde sol amaçlık olsun. Atalarga ming rahmet. Buni dasturxon joyi eshidi yo'q. Yaxshilar. Yaxshimiz. Siravoy. Birinchi klassdagi bolalarga boradi, 11ga boradi. Kuyuyor. Mumkin tapdi yer. Hadi oldu. Rahmet. Yes,